Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен ерекше тәтті сүзбелі чизкейк, яғни творожный чизкейк дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін бірге қараңыз. Ең алдымен қант пен майымызды осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Май менде бөлме температурасында еріп тұрды. Оның үстіне жұмыртқамызды қосамыз да тағы да миксерлейміз. Келесі осының үстіне қопсытқышымызды қосамыз. Менде астында весы тұр, мынау чашканың весиға өлшеп қосамыз барлығын. Үстінен ұнымызды електен өткізе отырып қосып аласыздар да тағы да миксерлейсіздер. Миксердің көмегімен осылай әбден біріккенше біріктіріп аламыз да әрі қарай қолымызбен қамыр жинайтын боламыз. Міне бізде песочный осындай қамыр дайын болды. Дайын болған қамырды холодильникқа 30-40 минутқа салып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Творогымыздың үстіне қаймағымызды қосамыз, жұмыртқамызды қосамыз және қантымызды қосамыз. Кішкене ванилин қосыңыздар. Қалауларыңызша әрине ванилин. Келесі крахмалымызды қосамыз. Менде кукурузный крахмал, сіздерде картофельный болуы мүмкін, бірақ кукурузный крахмалмен өте нәзік болып шығады дәмі. Келесі барлығын блендермен жақсылап езіп шығамыз. Біркелкі масса пайда болғанша дейін түйір арасында ірімшіктеріңіз, творогтарыңыз қалып қоймасын. Холодильниктен дайын болған қамырымызды алып, осындай формамызға барлығын біркелкі етіп жайып шығамыз. Менің формамның өлшемі 24 диаметр. Міне артық шеттер қалың болып кетсе, қамырларыңызды алып тастап отырыңыздар. Үстіне жаңағы дайындап қойған салмамызды құйып, бетінен жидектерді саламыз. Менде малина болды, сізде басқа түрі болса да болады. Алдын ала 200 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болған пирогты 2-3 сағат жақсылап суытып, холодильникке салып, жеуге кеңес беремін. Пирогтың дәмі өте керемет болып шығады. Сізге де ұнайтынына сенімдімін, сондықтан жасап көріңіз.